негізгі қосымша қосымша сабағымызды бастамас бұрын қаңтарды сұрақтарға көшіріп кетті. Бірінші, металдар периодтық жүйеде қалай орналасқан? Мен жауап берейінші. Металдар негізінен химиялық элементтердің басым көпшілігі бұл металдар болып саналады да. Қазір белгілі болып отырған 110 элементтердің 89-ы металдарға жатады. Және де химиялық элементтердің барлық топтарында металдар бар. Периодтық металдар мен бейметалдарды өзара бөліп көрсету үшін екінші топта бериллийден жетінші топтан астатқа қарай диагонал сызық жүргізеді. Екінші сұрақ, элементтер кассетіне қарай қалай жіктеледі? Галлий 31, яғни электр ол ядро зарядта фотон санына тең. Атомдық радиосы электротесттік полинг бойынша шамалар берілген. Бұл периодтық жүйенің 3А және Б топшасындағы кең таралған элементтер. Мен А және Б топшасындағы кең таралған элементтерді ғана алдым. Олар көп. Не үшін А және Б? Ол қосымша және негізгі болып бөлінеді. Оны кезде А және Б деп жазайық. Оларды сыртқы энергия деңгейінде, яғни кішіректен болады бағана айтқанымдай. Қоспаған кезде П электронды ғана жұптаспаған болады. Бірақ ол элементтер тотығу дәрежесі плюс 3, яғни барлығында дерлік тотығу дәрежесі плюс 3, минус 3 болмайды. Өйткені электронды S-тен P-ге ауыстыру үшін аз энергия қажет. Бірінші біз білетініміз ол Химиялық периодтағы негізгі және де қосымша топшалардың орындайды. Қасиеттері білгім келеді. Мен білгім келеді. Барлық элементтердің қасиеттерін орындайды. Білдік біз ордың қасиеттері алтыншы